Менің аты жөнім Сая Қасымбек. Созақ өлкесінде Жуантөбе деген құмды ауыл бар. Сол Жуантөбе ауылында өскенмін. Жал-жал құмның арасында, сексеуілдің саясында, Баялыштың түбінде жусаны иіскеп өскенмін. Қасымбектің қара қызы деген боламын. Балалық шағым сол біздің Жуантөбе ауылы негізінен Қаракөл мал шаруашылығымен айналысатын. Әкем завферма, Тұрсынбай деген шопыр болды. Таңмен бортабай машина дейміз ғой кезде. Бортабай машинаға мініп кетеді, таңмен қойшы ауылдарды аралап, түн келеді. Көздерін әрең ашып, шаршап, шалдығып. Сол кезде сол Созақ өңірі негізінен меніңше Қазақстан бойынша Қаракөлмен ең көп айналысқан аудан деп ойлаймын. Мен бәлкім қателесетін де болармын. Сосын мынау көктем айы болады. Ең қызық кез көктем мен үшін біздің ауылда. Бәлкім бұл кощунство деп айтармыз, орысша айтқанда. Қалай десем, қатыгездік те болар. Мынау көктем айында Қаракөлдің жаңадан толған қозыларын алып келіп, бойына болады. Бойына да жаңа терісін сыпырады. Ең жаман жері солардың терісін ұмытпасам, тірідей сыпырама есінде жоқ. Біз баламыз енді, оқушы кезімізде ғой енді. Сонымен оның маған бізге ұнайтыны жаңағы жап-жас жаңадан енесінен жатырынан енді шыққан қозылардың терісін сыпыратдағы етін бүкіл бәріміз кезекке тұрамыз, бүкіл ауыл талап әкетеміз. Бізге сап береді, жаңағы сөңкі-сөңкі. Үйге әкелеміз, сонда анамыз жаңағы қара қазанға, қара ошаққа қып-қызыл қылып әдемілеп тұрып қуырып, соны жаңа бұқтырады. Сол біз төшкі дейміз. Қазір қарап тұрсам, тушенный мясо дегеннен алған екен ғой, тушка деген сон. Сол жаңа төшкі дейміз, төшкі басталды дейміз көктемге қарай. Сонда терісін сол кезде қара алтын болып саналыпты ғой, сол Қаракөл терісі. Шетелге экспортқа шығарған. Біз ол кезде әйтеуір айтатын, әкем жаңа ферма болғандықтан, жаңа фермасынан кейін қойларға жаңа өзі қадағалап отырады ғой, қозыларға жауапкершілік мойнында. Сонда жаңа ғана терісін сыпырып жатқандарға абайлаңдар, бір жеріне пышақтарын тиіп кетпесін, тесіліп қалмасын, сапасы түскен, бұл қара алтын деп тұратын әйтеуір. Сол кезде таңғалатыным, алтын менің түсінігімде басқаша ғой енді. Бұл тері қалай алтын болады деп ойлайтын едім. Сол қара алтында ауылда мен өстім. Совет өкіметі құлап, кеңес өкіметі құлап, тәуелсіздік болғаннан кейін сол құдай білетін тарап кетті. Өйткені Қаракөлводство дейді, бізді Қаракөл заводы болды ғой, ол Шымкенттің маңайында. Сол жерге әкеп өткізетін. Әрі қарай тағдырын білмей, меніңше қазір сол жабылып қалды. Бір қызық болған, менің әкемнің академик досы болды. Сол академик досы кеңес өкіметі кезінде шетелге шықпай ма? Әйтеу Европаға барыпты, Францияға барған. Францияға барып, сосын менің әкеме, ол кісі де қызық енді, әйтпесе менің әкем сол кезде қолдан тігілгенімен, біздің заводтарда тігілген тондар болатын еді ғой, әдемі қалың. Бірақ енді шамалы икемсіздеу енді моделіне қарамайды, былай әйтеуір пішіп, бірақ тондар кәдімгі, ондай тондар қазір жоқ. Малшыларға, мал ауылға сондай тондар беретін тұғын. Сөйтсе жаңағы менің әкеме әлі есімде белі қималы әппақ ақ тон әкеп берді. Сонау Франциядан әкеп берді. Сол досы, академик досы, сізге қас екетіп, жағасы Қаракөл, сұр Қаракөл әлі есімде. Содан кейін соны сөйтсек, кейін алғашқына мән бермеппіз. Кейін менің үлкен әпшем қаладан келіп қараса, етек жағында этикеткісі тұрады екен. Сөйтсе Қазақстан деп жазып қойды. Сөйтсек жаңағы өзіміздің ауылдың Қазақстан, Қаракөл, Шымкент қаласы, Қаракөл зауыты деп бәрін жазып қойыпты. Сөйтсек өзіміздің жаңағы өткізген Қаракөл теріміз, өзіміздің ауылдан өткізген қойдың терілері, сонау Францияға барып тігіліп қайтадан өзімізге келген жағдайы бар. Бірақ кейін соны біздің әкеміз, мен негізі драматург болуыма да әкемнің, шешемнің ықпалы көп болды, мол болды. Анам өте әнші болатын, әкем әнші болатын, анамның ақындығы болатын. Анам өте қонақжай болды да, біздің ауылға ол кезде білесіздер, қонақ үй деген жоқ. Ауылға концерт келеді, театр келеді, бәрі біздің үйге келіп тоқтайды. Өйткені анамның дастарханы мол, төсегі таза. Сондықтан совхоздың директоры ыңғай біздің үйге жіберетін. Роза Бағланова апаларымыз, Әуезов театр келетін, Мүсірепов театр келетін, бәрі біздің үйге келіп түсетін. Негізі мен мектепке 5 жасымнан барғам негізі, бірақ барған кезде
5 жас деген болмайды ғой құжат бойынша. Сонымен 3 ай барып жүріппін да, 3 айдан кейін шаршаппын да бармай қойыппын. 6 жасымнан барғаным есімде. 6 жасынан барған кезде онда да Айнекеш деген ағай болатын. Бұны алайын, енді жер теуіп отырмын ғой, барам деп. Сонымен Айнекеш деген директор ағайымыз айтты, бұл қызды көрейін, былтырда келіп 3 айдан кейін тастап кетіп еді, соқса өзі қояр, шаршап. Ол кезде өткен заң бойынша 7 жастан алу керек тұғын ғой. Қаяқтан мен 1-90-да ең бірінші отличник мен болдым. Кілең 5-ке тақылдап жаңағы. Сонымен 1-90-нан кейін әлгі құрмет тақтасынан түсіретін тұғын, соңғы мен бірінші мен түстім ғой. Солай мектепте жүргенде өте үздік оқыдым. Пионер кезінде пионер вожатый болдым. Комсорг кезінде комсомолға өтетінбіз. Комсорг болдым. Класста староста болдым. Қазір менің класстастарым өткенде мені биыл бір ел бір кітап мәдениет министрлік акциясы бойынша бүкіл Қазақстанда биыл 30 жылдыққа байланысты бірінші тұңғыш драматургтерді қосқан екен. Сол драматургия саласын. Сол 6 драматургтың бірі болып мен таңдалыппын. Соған орай бүкіл Қазақстан менімен кездесулер жасап жатыр. Алыстағылар онлайн, жақын жердегілер офлайн дегенде. Сондай бір офлайн кездесуге мен класстасым тауып алып, ұйымдастырушысы әдейі шақырған екен. Сол класстасым шығып айтады ғой, Сая сабаққа келмейді, ауырып қалды десе қуанатынбыз. Ура! Бір ай жатсыншы келмей қойсын. Мен өте қаталмын ғой. Бәрін жайын шығарамын. Екі алмау керек, тәртіп бұзбау керек бүкіл мектепті. Сол қайда жүрсем де үздік болдым. Одан біз жаңағы қабырға газет Ошаған деген шығаратынбыз. Жаңа екі алғандарды екі үлкен, екі қып қайық қыса сонысы мінгізіп қойып жаңа мазақтап дегендей. Мына осындай бала күнімнен негізі активист болдым. Содан менің арманым негізі журналист болу тұғын. Бірақ журналистика ол кезде қазір бүкіл үлкен ірі қаланың бәрінде оқу орындарында журналист факультеті бар. А ол кезде тек қана Алматыда болатын. Жалғыз Алма, басқа еш жерде журналистика жоқ. Алматыға шешем жібермей қойды. Үлкен қалаға барсаң бұзылып кетесің деп. Сонымен өзім өте, менің аттестатымда бәрі 5, бірақ 4-ім бар, ол еңбек сабағынан. Неге десеңіз, бізге трактор айдататын. Сол тракторды аударып жібересіз деп әйтеуір. Сонымен 4 шыққанмын. Сонымен енді менің енді өте жақсы оқығандықтан біздің кезімізде журналистикаға барамай қалдым ба? Енді мен білмеймін, маған басқа мамандық қандайға түссем бәрібір болды. Тек қана Шымкентке түсесің деді анам. Сосын Шымкентке келдім, мен оны Тоқтар деген ағайым болды. Ол кісі қазақ тіл әдебиетінен беретін. Ол кісі маған қатты жалынды. Сая, сен мықты, тілің мықты, ой өрісің мықты, әдебиеттен қандай мықтысың, шешен сөйлейсің. Сен қазақ тіл әдебиетіне түсші. Сен барсаң болды, документ тапсырсаң болды. Оның деканы менің бала күннен, студент күннен қарананды бөліп жеп, бір кроватта өскен досым. Мен айтсам болды, сені экзаменсіз түсесің деп айтқан кезде, ағай мен мұғалім болмаймын, мен бір двоечниктің басын жарып өлтіріп қоямын, мен мұғалім болмаймын деп ат-тонымды далаға аштым. Сөйтіп мен мұғалім болмайтын не ол кезде Шымкентте? Біреу пединст, біреу мынау қазіргі Әуезов университеті. Ол кезде Қазақ химия технология институты есептелетін. Осы қасық дейді қысқаша. Қарасам сабағы өте ауыр деді. А мен өзім отличникпін ғой, 5-ке оқығам. Сосын мен 5-ке оқыған адам ең ауыр оқуға барады деген ол кезде біздің солай қалыптасқан. Сонымен осы технологиялық институтына келдім. Біз ауылда орыс көрмей өскенбіз. Созақта, Жуантөбеде қаяқтың орыс көрмейміз. Бір ауыз орысша білмеймін, бірақ жобалаймын ғой енді әйтеуір. Хлеб, вода деген түсінем, басқасын, папа, мама деген басқасын былай сөйлем ретінде келсе мен түсінбеймін. Келіп қараймын, өзім дәу сөмкемді арқалап келдім ауылдан, автобуспен, пазикпен келеміз. Сол келіп қарасам, әлі әр мамандықтың жаңағы мінездемелері жазылып тұр екен. Механика дейді, автоматизация дейді, әрқайсысы жазылып тұр. Қараймын, маған келмейді, жобалаймын енді, әйелге келмейді деп, қыз балаға келмейді ғой деймін қызы. Бір жеріне қарасам, технология вяжущих материалов деп жазып қойыпты. Сосын бір қараймын, басқа ешқандай мінездемесі жоқ. Вяжущих, вязание деген сөз жобаладым. Әлгі тоқыма дегенде вязание ғой енді. Сосын ойладым, мына вязание болса қыздарға арналған мамандық қой мынау. Тоқымаға екен ғой, қой осыған түссем болар дедім дағы, соған тапсырайын. Сөйтсем ол цемент екен. Цемент, кірпіш, бетон, железный бетон. Енді түсіп қойдым оқуға. Не істеймін? Оқып шықтым. Сонда жаңағы қорлық, қазақша, орысша бір ауыз білмеймін. Жаңағы акценттер дейді.
біз ол жерде таза химияны өтесіз. Химияның қанша классификациясы бар, соның бәрінен гос тапсырамыз. Оксиді дейді. Оның қазақшасын мысалы мен білмеймін. Анау бір еврейлер берді, сол кезде еврей мұғалімдер көп болатын. Мен немін оксид десем, оксид деп ұрсады маған. Сосын бір орыс, Андрей деген орыс бала болды, соған Андрей оксидті түсіндірші, оксид деген не деймін ғой десем, оксид дейді. Оксид дейді. Қарап тұрсаң ол орыс қақтан білсін. Мен сол кезде жаман қорландым, намыстандым. Өзімнің қазағымның елінде бұл 80 жылдар ғой, 81 жылдар, 80-81 жылдар. Өзімнің Қазақстанымда тұрып, өзімнің елімде, өзімнің жерімде тұрып, қазақтың тілін, орыстың тілінде сөйлеуге мәжбүрмін, қазақша сөйлеуге менің қақым жоқ болды. Мен сол кезде мен ойлайтын тұғым, ойпырмай, өстіп өліп кететін шығармыз. Маған мәңгі бақи солай қазақша сөйлейма өтетін сияқты көрінетін тұғын негізі. Мен жаңағына ауылды жерде өскендерді көбінесе мына патриотизм тереңірек дамиды ғой біздің бойымызда. Ауылдың бір өзінің бір сиқыры бар ғой, өзі ұлтжанды боламыз, ұлтшыл боламыз бізді. Сондай айтты қазақтың. Өйткені біз қазақтың сөзін, мәйегін тыңдап, сөйлеп үйрендік қой. Бәрі таза қазақ, көмейіміз шыланбады орысшаға. Таза қазақша сөйлеп өстік біз. Сол кезде қатты намыстанып, сосын қарап тұрсам, маған жаңағы формуласына қарап жобамен 6 айдан кейін намыстанғаным соншалық, 6 айдан кейін орыстың аузынан нанымды тартып жейтін болдым. 6 айдан кейін таза сөйлеп кеттім. Кей кезде тіптен сол қасымда орыстарда таңғалатын. Бұның бәрі біздің қазақтың намыстығы ғой сол жаңағы. Сөйтіп қашанда жаңа орыстың орташа сөйлеп тұрған қызынан біз алға жіберетінде, біз кейін ағып сонда таласып жүр. Сол кезде бізде бір тәуелсіздік. Менің есімде Шаяхмет Молдабеков деген кісі сол кезде ректор болды. Бір конфликт болып қалды ұлтаралық. Орыстар мен активистер арамызда. Сонда мен жаңағы бүйтіп жаңағы қатты конфликтке келіп қалдым, сонымен мені ректорға шақырды. Бұл жерде сондай сұрақ тұрды, мені оқудан шығару, не шығармау. Бұл кезде мен бұл жерде сол қазақ қыздарының мен намысын қорғап тұрдым да, бір сондай бір сәт болды, конфликтный момент болды. Сонда Шаяхмет Молдабекович деген кісі мені шақырып кірсін деді. Енді мен тағдырым 3-ші курста оқимын. Өліп талып түскен оқуым қаншама. Не шығуым керек, не қалуым керек болып тұрды. Сонда Шаяхмет Молдабекович кел қызым деді, отыр деді. Оған дейін алдына кіріп айтып шықты ғой. Орлова деген проректор орыс апайымыз болды. Сол кісі кіріп енді айтып шығыпты бәрін осындай деп. Ол шығып кетті, мен кірдім. Менің жаным, мен қоштасып кірдім енді оқудан шығам. Әке-шешеме не айтамын мен? 2-ақ жыл қалды бітіруіме. Сонда не болды? Мына қанша уақытым, арманым бәрі далаға жерге ұшатын болды ғой деп жаман болып кірдім енді. Сонда Шаяхмет Молдабекович келді де қарсы алдыма отырды. Ол төменгі жақта мен отырдым, дір-дір қалш-қалш етіп отырмын. Ал ол қарсы алдыма келіп отырды, бүйтіп қарады. Сөйтті де орнынан тұрып кетті. Ана терезе, үлкен биік терезелер. Маған солай көрінді ме? Биік терезенің алдына бір сыртқа қарап тұрды. Қолын артына ұстап алып. Бір 5 минуттан көп тұрды. Маған бір ұзақ уақыт тұрған сияқты көрініп кетті. Мен бәлкім бойымдағы үрей болар. Бірақ та бүйтіп маған қасыма келді де қарап отырды. Қызым деді. Бұл күн өту керек, өтеді деді. Құдай қаласа Қазақстан тәуелсіз ел болады. Ол болу керек. Біз әзірге уақытша шыдай тұрайық. Сен қазір ендігәрі бұндайды қайталамайым деп маған жазып бере сал. Әйтпесе 3-ші курс оқиды екенсің, бітірейін деп көктем. Енді бір ай тапсырсам 3-ші курс бітірейін деп тұрмын. 2-ақ жыл қалған екен оқуың. Обал ғой, әке-шешеңнен обал. Сенің өзің тағдырыңа балта шабылайын деп тұрмын. Ендігәрі қайталамайым деп. Сосын мен ағай мен қалай қайталамайым, егер тағы сондай болса, бәрібір қайталаймын деймін. Сонда комсомолмын ғой, шын сөйлеуім керек, ақиқатына сөйлеуім керек деп тұрмын. Сөйтем, қызым, сен сабырға кел. Сен сабырға кел дағы, ашуыңды бастағы, менің айтқанын тыңда. Ұзақ көп қалған жоқ. Тәуелсіздік деген нәрсе. Тәуелсіздігіміз болады. Сосын айтам, тәуелсіздік деген не дедім мен сонда? Ол не ағай?
Дебем, тәуелсіздік деген өз алдымызға ешкімге жалтақтамайтын ел боламыз деді. Мен тұңғыш Шаяхмет Молдабеков деген ректордың аузынан сол кезде естідім мен тәуелсіздік деген сөзді. 82 жыл, 1982 жылы. Сол кісі 83 жыл. Міне сол кісі маған айтқан. Әлі сол кезде қараңыз, әлі 10 жылдан артық уақыт бар тұғын ол кезде. 10 жылдай тәуелсіздігімізге дейін. Бірақ сол кезде қарап тұрсам, ол кісілердің бір академик кісілер ғой. Олар да әбден неден өтеді ғой, шовинистік жолдардан, бүкіл коридордың бәрінен өтіп жүріп, олардың да жүректері тәуелсіздікті аңсап жүреді екен да, сол кезде жандары сығылып. Сөйтіп, ол кісінің көзіне мөлтілдеп жас келді. Ана кісінің көрімнен мен жылап қалдым. Енді бір алдында үлкен кісінің көзіне жас келіп тұрса, баламын ғой деген мен жылап, ағай, сонда мен қазір шығармайсыздар ма оқудан деді. Шығармаймын деді. Сен маған бір қағазға жазып, менен қателік кетті деп жаза сал. Мүмкін оны қолданармын, қолданбаспын. Егер қудалап жатса көрсетем, қудаламаса, бұны жырып тастай салам қалқам. Бар оқуын. Келістік па деді. Сен дипломда бол. Сен күрескер болу үшін бірінші қолыңда бір жапырақ диплом болу керек деді. Сен қазір шығып кетсең, ешкім болмай қаласың деді. Қолыңда диплом болса, сен жоғары білімді маман ретінде сөзіңді өткізе аласың, қызым. Сен осыны ұмытпашы деді. Мына жеріме кірді. Дедім. Мына кісінің айтқаны керемет. Мен қазір студентпін. Менің сөзім не болыпты? Мен қолымда диплом болса, шын мәнінде мен мықты болам ғой деп шықтым, приказ шықпады, қалдырды оқуда. Сол кейін мен қазір маған тәуелсіздік 83 жыл кеп қойғандай деп қабылдаймын өзіме. Сол Шаяхмет Молдабековтен келді маған. Сол кісі маған тәуелсіздік не екенін түсіндірді. Сосын сол институт жүрген кезімде Шим деген политэкономияның зав кафедрасы болды. Аты жөнін ұмытып қалдым, Шим. Кәріс кісі. Сол 82-83 жылдар есіме жоқ, Қазақстанның Ресейге қосылғаны 250 жылдығы тойланып жатты. Жаңағы аудиторияға кіріп келді, бүкіл мамандықтың бәрі жиналып, ондай гуманитарлық пәндерді, лекциясын бәрі мамандықтар жинап алып оқитын. Кірттағы араларында среди вас есть из рода Найман деді. Есть деп атып тұрдым. Қараса менен басқа ешкім жоқ екен. Қайтадан отыра қалдым ұялғанымдан. Сөйтем. Сіз маған соңынан кіріңіз деді кафедраға. Сөйтті дағы, сол жерде енді ол кезде заң солай ғой, 250 жылды қосылғанда бұлай бәрімізге айтып, сөйтіп түсініктеме беріп, осындай біздің керемет ғажап өмір сүруімізге әу бастан Ресейдің ықпалын мықты болған. Біз ол кезде енді тәуелсіздігін көрмегенбіз, солай болғаны рас деп біз Құдайдай сеніп отырмыз ғой. Ол кезде қазіргі шығып информацияның бірде-бірі жоқ қой енді, мысалы. Хан Кене ол кезде бүлікшілдігін, мысалы Кенесары хан. Біз оның бәрін қандай екенін енді біліп жатырмыз, мысалы. Сонымен сабақ біткеннен кейін барған кезімде ол кісі маған айтты: сен өзің ата-бабаларың туралы білесің бе тарихты деді. Білем деп қоям, не білесің деді, өзім кішкентай ғана білетінді айттым, бәрі кеңес өкіметі кезіндегі екен да. Сөйтіп еді, сен Түркия дегенді естуің бар ма деді. Маған Түркия деген кәдімгі Түркия. Басқаны білмеймін. Түркия ғой, Турецкая республика говорите дем. Жоқ, сен өзіңнің түп атаң түріктер екенін білесің бе деді. Мүмкін емес. Біздің ата-бабамыз күнеден қазақ болған деп қоям. Сөйтіп, мен білмейтіндігімді айттым. Сонда сол кісі көне замандағы, сосын айтты: сені мен байқаймын деді, сен өте басқашасың деді. Мен саған бір кітап әкеп берсем, 3 күнге оқуға берем, бірақ оны жан адам көрмеу керек, қайтарып бересің деді. Сол кезде мақұл дедім. Ертеңін әкеп берді, есімде. Жіңішкелеу, бірақ жалпақтау. Ол 1870 жылдары Германияда шыққан кітап екен. Көне славян тілінде. 1800 жылдары. Сол мынау половцы дейді ғой, мына біздің көне Қыпшақ
Дешті Қыпшақ, оған дейінгі Түркия, государство, гун деген солардың бәрін мен алғаш сол кезде оқығам. Сол кезде таң қалған тұғым. Бізде сондай болған екен ау деп. Өйткені ол толығы біздің түп атамыз түрк екенін, мысалы қазақ, түрік, өзбек бәріміздің тамырымыз түркі тілдес, біздің түркі тілдес екенімізді айтпады ғой. Біз оны білмедік. Бірақ енді біз содан мен оянды, негізі Шайхмет Молдабековичтен бастап менің жан дүниемде бір тарихқа деген, өз мемлекеттің өткеніне деген бір қызығушылық пайда болды. Содан мынау 86 жыл желтоқсан болған кезде мен студент болатынмын. Ол өтті, Тауқымет халықтың басынан еліміздің егемендігін қолымызға алдық. Одан тәуелсіздік болған кезде, тәуелсіздікті қолымызға алған кезде мен алғаш рет ойладым, Шайхмет Молдабекович айтқан тәуелсіздік осы екен ғой. Сол кезде мен біздер қалай десем болады, енді еш жерде қазақ тілін сөйлеуге қымсынбайтын, қысылмайтын, жаңағы намыстанбайтын, осы үшін қуандым мен. Енді мен қазақша сөйлей алам. Мен өз жерімде өзім жаңа өгей болмаймын деген сияқты. Мынау біздің өзі жақында бір атақты орыстың әншісінің айтқанына оқып, қазақтар неге қазір әлемді жаулап жатыр өнерден, әннен, музыкадан? Себебі олардың жан дүниесінде еркіндік бар. Олар еркін өскен ұлттың ұрпағы деген сөзі маған өте әсер етті да. Біз шын мәнінде біз ұлан байтақ жерді, мысалы қарап тұрсаңыз тарихта, біз айтамыз мына Қытайлардан жаңағы әлі күнге шейін арпалысып келе жатырмыз ғой. Бірақ орта ғасырдағы 751 жылдан кейін, орта ғасырдағы Атлах шайқасынан кейін, бірде-бір Қытайдың атын түйе қазақтың жеріне баспаған. Біздің ата-бабаларымыздың мықтылығы соншалық. Біз осындай бабалардың ұрпағымыз ғой. Біз осындай екеніміз енді білдік, бұның бәрі тәуелсіздіктің арқасында келді негізі. Мысалы мен қанша дүниелер жаздым. Сол Хан Кенені жазуға мүмкіндігім болды. Хан Кенені Әуезов жазған. Бірақ ол Әуезов қырғыздар мен қазақтарды соғыстырып жүрді. Неге? Өйткені ол Ресей патшалығының саясатының кесірінен екі туыс халық бір-бірімен шабысып, атысып жатқан айта алмады. Өйткені ол кісінің өзі сол кездегі КГБ-ның қалпағының астында болды. Бірақ Әуезовтың үлкен ерлігі, көзсіз батырлығы Кенесарыны деген ханның болғандығын қазақ өнеріне, қазақ әдебиетіне енгізіп кетті. Қазақ санасына енгізіп кетті. Кенесары біздің азаттық үшін соғысқан, шейіт болған ең соңғы ханымыз. Ал сол кісінің басының әлі де болса Ресейде жатып, бізге келе алмай жатқан, әлі табылмай жатқанда да үлкен бір әрине бір астар жатыр. Тікелей осы тарихқа қызығушылығым болды. Өзім көне деп бұрында біздің ауылдағы қариялар, енді менің бала күнімдегі бір бақытты болғаным, қариялардың бәрі пәленбай, баяғы бір заманда, бағзы бір заманда пәленбай деген бидің үйіне пәленбай деген шешен келіп түскен кезде, мынандай жаңағы тоқтың етін берген кезде, ертеңіне аттанып бара жатқан кезде шешен ол биге былай деп, байға былай деген екен. Сол кезде ол бай осы сөз өз жерде қалсын, әрі қарай кетпесін, сатып алам деп, астына жорға мінгізіп, үстіне қамқа тон жапқан екен дегендерді мен құлағыммен естіп өстім. Одан қала берді Төлеген Момбеков атақты әйгілі шертпе күйшіміз, менің әкем жандосы болды дағы, ол кісі үйге жиі келетін, ол кісінің саусақтары жуан болатын, бүйтіп шанағын қағып тартатын, бүйтіп тақылдатып ұрып, сол шанағы былай жырылып тұратын, андегі тесіліп кетуге. Соның соған ол кісінің тізесіне бүйтіп тізерлеп шынтақпен жатам, сөйтіп құлағымен тыңдап жатып, сол кісінің бүкіл күйін тыңдайтын тұғымын. Мені осындай Жаппас Қаламбаевтың інісі Аппас Қаламбаев біздің ауылда тұрды. Сол кісі келген кезде сол кісінің қобызын тыңдап өстік бала күнімде. Осындай ұлы тұлғалардың көзімен көріп, баламын ол кезде олардың тұлға екенін де білмеймін ғой, бірақ осы кісілердің
қазіргі тарихқа айналған кісілердің өз қолымен тартқан күйлерін тыңдап өстім ғой. Ана қариялардың айтқан сөздерін естіп өстім. Менің әкем керемет шежіре тұрғын, шешем болатын. Әкемнің не деген әңгімелерін естіп өстім. Осы даланың академиясын өстім. Академиясымен өстім негізі. Санама құйып, одан қала берді. Мен мынау сіздер білесіздер, тәуелсіздік алған кезде біз ең бірінші құттықтаған Түркия мемлекеті болатын. Сол Түркия мемлекеті ең алғаш Іле-Шала 92 жылы, 94 жылы мынау Түркістан қаласында бүгінгі Қазақ-Түрік университетін ашты. Қожа Ахмет Яссауи атындағы. Сол университетке Алматыдан халық артисі Райымбек Сейтметов ағамыз келіп, өнер факультетін ашты. Сол өнер факультетінде мен экологиядан сабақ беріп жүрдім. Райымбек ағамыз актер шеберлігінен сабақ беріп жүрді. Сол жерде бір университетте жүріп, менің сол тілге, тарихқа, қазақ тарихына, қазақтың өнеріне менің ынтықтығымды көріп, ол кісі баулыды, өнерге тартты. Содан мынау Қазақ-Түрік университетінде режиссура, театр режиссер мамандығын сырттай ашты, бірақ өзінің қасына ассистент қылып алды. Мен солай теория мен тәжірибені ұштастырып жүріп, үлкен тоқырауға әкеліп тіреді. Өйткені білесіздер, мынау күйреген бір жүйеден екінші жүйеге ауысу процесі өте қиын жағдайда өтті ғой. Әйелдер аладор арқалап кетті дегендей, сол кезде мынау театр мешелдеп қалды. Көрермен келетін, көрермен жоқ. Қай кезде көрермен сауық сайранды іздейді адам? Қарын тоқ кезде. Аш адам іздемейді. Ол кезде бәрі, мәселен осы Шымкент өңірінде жарық өшіп қалатын, газ тоқтап қалған мәселенки. Соған қарамастан театрдың адамдары негізі өнерді жанкештілер жүреді. Соған қарамастан театрды шынайы берілген адамдар кетпеді ғой, театр тастамады. Сол кезде де премьералар болды. Сол кезде де республикалық театр фестивальдары болды. Сол кезде де драматургтер пьеса жазды. Бір қызығы сол. Сосын мына қараңыз, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, мысалы 2000 жыл, бұдан 21 жыл бұрын. Енді сонда біздің тәуелсіздік алғанымызға небәрі 9 жыл болды ғой. Небәрі 9 жыл болған кезде 2000 жылы, ол кезде әлі біз етек жеңімізді бұлай толық жинап үлгерген жоқтығымыз. Міне біздің сол кездегі өнерге деген көзқарас. Театр ашу оңай емес. 2000 жыл бір емес, 2 театр ашылды, біреуі Ақтауда, біреуі бізде ашылдық. 2 театрды ашты Нұрсұлтан Назарбаев. 2000 жыл мәдениет жылы деп аталды. Және мәдениет жылына орай Түркістанда және Ақтауда театр ашылсын деп бұйрық шығарды. Бұл театр бұйрық шығуы сол менің режиссуралық һәм драматургиялық жолын шыңдауында үлкен бір себеп болды. Театр ол тірі организм ғой. Біздің тарихымызды өлтірмейтінде, дәстүрімізді жоймайтында, келесі ғасырға алтын көпір ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін осы театр. Соңғы кездері біз қазір ұмыта бастадық. Сол қиындықты, тәуелсіздік келген жылдарды тіптен ұмытып та кеттік десек болады. Бір күн бәлкім бұл жақсы да шығар. Өйткені өмір жақсарды ғой. Өмір өзгерді. Қазіргі өмірімізді бұдан 30 жыл бұрын өмірмен салыстыруға келмейді. Қазіргі тоқшылықпен ол кезде қиыншылық дегендей. Мына театрлар, фестивальдар көбейді қазір. Қазір біздің Қазақстанда 60-қа жуық тек қана мемлекеттік театрлар бар. Осы 30 жылдың ішінде не деген театрлар ашылды? Оның алғашқысы Түркістан театры болса, мысалы алысқа кетпей қояйық, кешегі мынау біздің Түркістан облысында жаңа ашылды жаңадан. Түркістан облыстық сазды драма театры. Тіптен алысқа барудың керегі жоқ. Бұл 60-тан асқан театрдың біреуі болуы мүмкін. Біздің өлкемізде осы оңтүстік өлкесі, мәселенки Алматыдан кейін біздің Шымкент ең театр көп қала. Бір Шымкенттің өзінде 6 театр бар. Қараңыз. Бұл Қазақстанда Алматыдан кейін екінші орында. Біз қалай да болса мегаполис атануға лайықтымыз. Себебі театр Гете айтқан, ұлттың болмысын тану үшін театрына бар деп. Ал бізде ол жанды жақты. Біз Шымкентте
бүкіл мүмкіндік бар. Опера балет театр бар ма? Бар. Сатира театры бар ма? Бар. 88 жылдығын атаған биылғы пердесін ашқан академиялық Жұмат Шайын атындағы театр бар ма? Бар. Қазақ театры. Қараңызшы, біздің өзбек театры бізде бар. Қазақстандағы жалғыз өзбек театры бізде. Мәселенге. Сосын орыс театры бар бізде. Орыс театры, драма театры ол бізбен қатар жүреді. Оларда 88 жылдық, оларда да осы міне бір қаланың өзіне 5 бірдей театрымыз бар. Келген қонақ қалаған театрына барып, қалаған жанрын көре алады. Сатира театры бар. Сатира театры Қазақстан жаңғыз театр, басқа жерде жоқ. Біздің Шымкентте бар. Міне осындай өнерге бай, театрға бай, берері мол, мәдениетті де, мәйекті Шымкент қаласында тұратыныма өзім бақыттымын. Міне осы Шымкенттің қаласының тұрғыны екеніме мен қуанамын. 30 жылдығымыз, тәуелсіздік, ең басты тәуелсіздігіміз құламасын. Бәріне көнуге болады. Мен тілейтінім екі-ақ нәрсе. Соғыс болмасын, тәуелсіздігіміз құламасын. Қалғаны бәр жөнге келеді. Кеудесінде жаны бар адам тіршілігін жасайды. Ең басты тәуелсіздігіміз кетпесін. Ешкімге бодан болмайық. Ешкімге бодан болмайық.